Құнанбай қажы мен Сайыпназар ахунның сырласуы. Кезінде халқы қатты қадірлеп өткен игі жақсылардың бірі Сайыпназар ахун. Сайыпназар аллалаған дүр еді, кеуде толы ақ шариғат нұр еді. Араб, парсы, түрік шеге мән берген мұсаннифтік дәрежесі іреді деп, кіші жүзден шыққан Сейітжан ақын жырға қосқан Сайыпназар ахун бабамыз кешегі Абылайхан ұрпақтары Кенесары мен Наурызбайдың, Өскенбайдың Құнанбайы, сыр бойындағы Бұхарбай батыр, Байқадан би сияқты атақты тұлғалармен тұстас өткен аса көрнекті білім иесі, діни ілімнің қазақ жеріндегі бір шамшырағы. Сайыпназар дүниеден пайғамбар жасы 63-те өткен. Ғұлама өмірінің соңғы жылдарында Жаппас руынан шыққан Мырқы деген қажымен бірге арқадағы Құнанбайдың арнайы хат жіберіп шақыртуымен Құнанбай ауылында болып қайтады. Қоштасарда қажылыққа жол жүрейін деп дайындалып жүрген Құнанбай: «Тақсыр, мені бәзбіреулер төрт құбыласы сай деп ойлайды. Рас, жасымнан ел басқардым, көптің назарына іліктім, үрлеп ішіп шайқап төктім. Қазір пайғамбар жасынан астым, қартайдым, ой көп, ұйқы жоқ. Ойым айтады, билік те, байлық та алдамшы, тірліктің алданышы. Ұшпаққа шығарар ақ жолдың бірі, діннің хақ жолы, екіншісі білімнің ақ жолы деп. Бар арманым осы екі жолдың бірін ұстауды Хақ тағала пешенеме жазбапты. Мен соған өкінемін. Дін мен білімнің жолын қатар ұстап, кейінгі ұрпаққа өлмейтін сөз қалдырған сізде арман бар мекен тақсыр? Айтыңызшы», дейді. Сонда Сайыпназар: «Уай, Құнекай, бұл жалғанда армансыз адам бар ма? Арман неге болмасын? Бар ғой», дейді. «Менің арманым халыққа өз маңдай терімен тапқан таянғанды ішкізіп жегізе алмадым. Халықтың тапқанын бір қолыммен алдым, екінші қолыммен қайтарып отырдым. Егін егіп, мал өсіріп, жолаушылар түсетін сарай салдырып, маңдай терімен тапқанды халқына беріп отыратын адамның екі дүниеде алатын сауабы мол. Өз басым осындай дәрежеге көтеріле алмағаныма күйінемін», дейді. «Қайран Қожекем-ай, пейіліңіз ақ көптің адам екенсіз. Қара жер тұрғанша тұра беріңіз», дейді ризашылық білдірген Құнанбай. Сарбұлақ Ибрашұлы. Оқыған Гүлбибі Әбусайыл қызы.